Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін өте дәмді, хош иісті азиаттық салат дайындайтын боламыз. Алдымен суға пісіріп алған етімізді ұзынша етіп турап аламыз. Кейін түрлі түсті тәтті бұрышты да ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақтың ішіндегі сулы бөлігін ажырата отырып, тек сыртқы бөлігін қалдырамыз және оны да соломка ретінде, яғни ұзынша етіп турап шығамыз. Көк пиязды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін бір сарымсақты майдалап турап, барлығын бір ыдыста жинап араластыратын боламыз. Пішкенге ғана қызыл бұрыш қосып, үстіне қыздырылған сұйық майды құямыз. Және тұздың орнына соевый соусты қосып, барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін оны тарелкаға салып, үстіне күнжіт сеуіп, дастарханға сұна беруге болады. Иісі де, дәмі де өте керемет болып шығатын бұл салатты сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және видеоларды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Баршаңызға ас болсын.